Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Әсем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай дәрумендерге толы құймақ жасайтын боламыз. Дәмі сондай ерекше әдемі, түсі де ерекше болып шығады. Ассортиге ортасына салма начинка салып қойсаңыздар да өте әдемі көрінеді, дәмі де ерекше. Алдымен табамызға осылай 3 жұмыртқамызды жарып алып, керекті мөлшерде тұзымызды, қантымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Қандай заттар керек, қанша мөлшерде керек, видеоның астына описаниеге қалдыратын боламын. Сол жерден көріңіздер, достар. Және де осылай жақсылап араластырып аламыз жұмыртқамызды. Және де керекті мөлшерде осындай 300 миллиграммдай айранымызды құямыз, жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқамен айранды біріктіріп жақсылап араластырып аламыз. Және де осылай сұйық майымызды құямыз. Тез әрі дәмді құймақ дәрумендерге толы, бай, өте дәмі ерекше, әдемі жасап жеуге кеңес беремін. Және де осылай керекті мөлшерде 4 қасықтай қолдандым. Мен оны толтырып 4 қасық ұнымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Осылай біркелкі әдемі масса болады. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай. Бұл құймақтың ерекшелігі, бұл тәтті құймақ емес. Бұның салмасына міне видеода көріп тұрғандарыңыздай брокколи, осылай көкпияз, бір чеснок қосылады. Міне осылай керекті мөлшерде көкпиязымызды алып, жақсылап турап аламыз. Көкпиязымызды турап саламыз. Және де осылай жуып тазалап, алдын ала жуып тазалап қойған мен брокколиім бар. Және де осыны да жақсылап жуып, әдемілеп тазалап алып, осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай бас жағын ғана үстіп жақсылап турап алатын боласыздар. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай қаттылау жағын қалдырып қоясыздар. Осындай бас жағын ғана жақсылап турап аласыздар. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай. Және де осылай жақсылап әбден майдалайтын боламыз. Әдемілеп біркелкі етіп брокколимізді осылай жақсылап пышақтың көмегімен майдалап аламыз. Және де айта кетейін, менің каналымда қолжетімді заттардан жасалатын кешкі ас түрлері, дәмді тағам түрлері бар. Ас мәзірі, кешкі ас, түскі ас, сусындар, плейлист бар. Сол жерден өзіңізге керекті видео рецептілерді таба аласыздар. Және де енді брокколимізді де салдық. Және де осындай чесногымызды осылай майдалап, бір түйір чесногымызды осылай қосып жібереміз. Ерекше әдемі дәм береді. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай енді жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алып, арнайы құймақ пісіретін, жабыспайтын, асты жабыспайтын табада пісірген жөн негізі құймақты. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай бір ожау, сорпа құятын ожаумен бір ожау осылай құйдым. Астын 1-2 минуттай жай отта осылай пісіріп аламыз. Келесі бетін осылай жақсылап әлемінеп пісіріп аламыз. Менікі 1-1,5 минут көлемінде осылай қызарып жақсы болып пісті. Және осылай тағы майымды жағып, осылай бір ожау құймағымды құйдым. Міне 1,5 минут көлемінде піседі бірінші беті, екінші беті 1 минут көлемінде піседі. Ас жақсылап қызарады. Жай отта әдемілеп пісіріп алыңыздар. Қатты отта пісіруге болмайды. Жай отта
бір жарым минуттай пісіресіздер. бір бетін, екінші бетін де тағы қызарғанша пісіріп аласыздар. Баршаңызға ас болсын, жасап жеңіздер. Видео ұнаса, видео рецепт ұнаса, поделиться батырмасын басып, жақындарыңызбен бөлісіңіздер достар. Комментарийде өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Видео ұнаса, видео рецепт ұнаса, лайк басып қойыңыздар. Баршаңызға ас болсын, дәмі ерекше, әдемі таңғы ас болды. Тез әрі дәмді.